Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Астанадан сөйлеп тұрмын. Астанадағы Билайн арена және біреу білсе, біреу білмес, бұнда бокстан ересектер арасындағы ел спартакиадасы өтіп жатыр. Бұл жарыстың маңызы ерекше, өйткені білесіздер, отандық бокста мәселе көп, көкейкесті сұрақ көп, түйткілдер көп, соның түйінін енді біртіндеп тарқату керек. Осы мақсатта енді өзімде арнайы табан тіредім. Бұнда еліміздің үздіктері, оның ішінде әуесқой бокстың да, кәсіпқой бокстың да өкілдері бар. Бірнеше күн болды, өзара мықтыны анықтап жатыр. Қазір кіріп ішінен көріп, осы сұрақтарды қойып, жауабын алып, барлығын сіздің назарға ұсынғым келеді. Ендеше уақыттарыңыз алмай бастайық, кеттік. Мырзаға енді анау Ханчжоудан кейін көріп тұрғанымыз ғой, абыр-сабыр білесіз ғой, әлі қорытындыланды ма, қорытындыланбады ма түсінбедік барлық спорт түрінен. Спартакиадаға келейік, қалай болып жатыр? Алғашқы күндер өтті, балалардың деңгейі қалай екен, аймақтардағы жағдай қалай екен? Бірінші кезекте енді бұл Қазақстан чемпионаты Спартакиаданың аясында өтіп жатыр. Енді екі бірдей жарыс, үлкен жарысты істеуге бізде мүмкіндік болмады. Неге десек, биыл өте маңызды жарыстар болды. Әлем чемпионаты, Азия ойындары, сол себептен екеуін біріктіріп істеп жатырмыз. Ал енді Спартакиада әрбір 4 жылда болатын еліміздегі ең үлкен жарыстың бірі. Бірақ көңіл көншімейді, көңіл толмайды. Неге десек, кейбір облыстардың деңгейі, боксқа деген көзқарасы басшылардың деп айта берсем тура болатын шығар. Өте ұят болып тұр. Елімізде боксты жақсы көреміз, бокспен айналысамыз дейміз, бірақ бокста ұшақ команда толық құрамда келді. Олар Түркістан облысы, Жамбыл облысы және Алматы қаласы. Көп командалар 7, 8, 9, 10 сондай құрамда келіп тұр. Ал кейбір облыс 4-ақ боксшы, 5 боксшымен келгендер бар. Ал солтүстік Қазақстан облысы мүлде жоқ, бірде-бір боксшы. Неге бұндай болып жатыр? Біз әдейі мақтанамыз ғой, бокстың державасымыз, ұлттық спортымызға айналды деп. Енді менде бұның алдында бір емес, бірнеше Спартакиада болған. Мен бас бапкер болған жылдары бұның алдында 11-ші жылы Алматыда өтті. Одан кейін 15-ші жылы Талдықорғанда өтті. Ал енді одан кейінгі 19-ның өзінде өте көп болатын боксшылар. Ал енді биыл өте төмен болып тұр. Деңгейі осы саны жағынан да, ал енді деңгейі өте жоғары деп айта аламын. Әрбір кездесу сан аз болса да, сапасы болып тұр да, сол жағы жақсы болып тұр. Айтпақшы, Мырзағали аға, мына Донатис деген маман бар ғой, ұлттық құрамада. Соның қызметіне қатысты бір сындарды естиміз. Сіз өзіңіз қалай баға бересіз, негіз балалармен жұмыс жасауды? Енді маман ретінде мен бұған өте жоғары баға берем. Бұның алдында бізде талай осы дене дайындығын дайындап, физподготовка жағынан талай адамдар келді, кетті. Бұндай маманды мен көрген жоқпын. Одан кейін бұған қызығып атқан адамдар өте көп. Бірінші кезекте сол Өзбекстан елі. Өзбекстан елінің кейбір спортшылары, профи өткендердің көбісі осымен жұмыс істеген, бұның жұмысын көрген. Сол себептен қап кешігіп қалдық қой деген нәрсені мен естігем. Ал енді бұл жай емес, ғылыми түрде бұл ғылыммен дәлелдеген өзінің қорғаған жұмыстары бар. Сол себептен бұл шетелді оқып, осы өзінің мамандығы да сонымен жұмыс істеп жатыр. Азия ойындарына дұрыс әкелді ғой бұлай, о жағынан мін жоқ па оның жұмысына? Дұрыс әкелді. Жігіттеріміздің кейбіреуі тойлап қойды, жүріп қалды, сөйтіп өзінің бабына келмей, дұрыс бокс жасамай, бұны кінәлағаны мен өте ұят деп ойлаймын. Мен тек қана естімей-ақ, мен өсек естімеймін. Кім айтуы мүмкін дегенге мен айтып жатырмын да, сол боксшылар
сол боксшының бапкерлер айтуы мүмкін да, біреуден іздейді да, бірінші кезекте кінәні өзіңнен іздеуің керек. Мен міне осы Азия ойындарында жетістікке жетпей қалдық. Мен кімді айтып жатырмын? Біреуді айтып жатырмын ба? Өзімізден іздейміз, кем кетікпен жұмыс істеп, қайтадан күшті болып келеміз деп жатырмын. Мен соған шақырып жатырмын команданы. Бірақ осындай арада іріткі болады. Анау жаман, мынау жаман. Одан біз еш нәрсе ұтпаймыз. Көп әңгіме болады. Мырзағали аға жаңағы балаларын тартады деген, оны енді бізге жете ме, жетпей ме? Жаңа қарап отырмын, шет жағында отырсыз. Кешеде отырдыңыз, сыртынан қарап отырсыз ғой балаларды. Мысалы енді Сәкен бар, мына жақта Сағындық бар. Соны айтып берсеңіз, жалпы араласасыз ба былай жаттығуына, олардың жеребе тартуына, дағы төрешілігіне, жалпы жүйені айтып беріңізші осы сезіз. Барлығына бір деймін. Енді бүкіл Қазақстанның жеребеде отырды. Бәрі көрді. Кімді кім тарттық. Рейтинг бойынша кімдер мықты тұр. Соларды бөлдік, болды. Басқа не істеді? Қалған бәрі таза бәрі өтті. Сұрадық. Мемлекет жаттырушында, өй, қарсылық бар ма? Қалай, дұрыс па, дұрыс емес? Бәрі иә дейді. Ал енді сыртыңнан сөйлеген ол, бұлай айтқанда, қазіргі кезде көбісі әйелдердің небір мықтылары бар, таза, дұрыс жұмыс істейтін. Мен енді ер мінезді әйел адамдарды сыйлаймын да, ал енді кейбір еркектер қатын сияқты болып кеткенде, сөз айтып, әңгіме айтып, бірінші жұмыс істе, еңбек ет, Алла тағала өзі береді ғой. Еңбегің еш зая кетпейді. Сол себептен мен де өзі ұлттық құрамада да айтып жүрем, өзімнің алға қойған мақсатым бар. Одан кейін өзім ұстаным бар. Еңбек бірінші орында, екінші тәртіп. Осы екеуі ұштасқанда ғана біз үлкен жетістікке жетеміз дейміз. Ал одан кейін ауызбіршілік. Бақыт қайда барасың дейді, ынтымаққа. Ынтымақ жоқ жерде ешқандай көрсеткіш болмайды. Жақсы ағай, сосын жаңа қарап отырсыз ғой, түртіп отырсыз өзіңіз керек жаңа жерлерін. Қазақ боксы бір жерде тұрып қалды деген әңгіме бар да. Өсіп жатыр ма? Өсу үшін не керек? Осы бір айтып жүріңізші жаңағы. Енді өсу үшін жұмыстар атқарылып жатыр. Мен келе салып осы биыл қаңтар айында келдім ғой. Қаңтар айында келдім. 4 жыл мен бас бапкер болған жоқпын. Бірақ мен біреуді кінәламайын, біреудің жұмысын жоққа шығармайын. Менің алдымдағы бапкерлерді жақсы жұмысын атқарды, өздеріне лайық, өздерінің шамасына қарай. Бірақ енді мен келгеннен кейін мен өз жұмысымды атқарып жатырмын. Ғылыми топпен мықты жаңағы кетіп қалған бапкер өзіме көмекші, әрі ұлт құраманың аға жаттықтырушысы қылып, Қазақстандағы ең мықты бапкерлердің бірі ол Марат Жаки. Екеуміз одан қалса ұлт құрамадағы бапкерлер бар. Осы жұмысымызды атқарып жатырмыз. Бізден артық Өзбекстан болсын, басқа болсын, жаңағы жаттығу барысында бізден асып тұрған ешкім жоқ. Барлық жерде не бар? Ауызбіршілік бар. Өзбектердің ең бірінші жаңағы бізден артықшылығы қазір жігіттері тәртіпті, спортшылар еңбекқор, үйіне келіп, үй жұмыс істеп, малға қарап, жер аударып, сөйтіп атқан жігіттерді. Ал біз сәл ол жағынан осал болып тұрмыз. Біздің балдардың бәрі қаланың балдары, жаңағы мен әдейі кейбір кезде кекетіп қоям, байдың балдары деп та, бәрі ақ саусақ сияқты болып кетті. Сол үшін ешкімді аямау керек. Кішкентай кезден қазақтың балдарын жұмысқа салу керек. Жұмыстан ешкім өлмейді, одан күшейеді, қатаяды. Сонда ғана мықты шымыр жігіттер болады. Енді жоспар қандай алдағы? Жоспар бұл енді жарыстан кейін Ғалым Жарылғап бар. Оғанда кейбір боксшыларды ойнатуымыз мүмкін. Кубадан мынау Нұрғазы Жарылғап ағамызға рахмет. Жарылғап, Ғалым Жарылғап марқұм ағамыздың ұлы, боксқа көп үлес қосқан адам, дамуына Қазақстанның. Кубадан жыл сайын команда шақырады, және ол бізге өз үлесін береді. Солармен біріккен оқу жаттығу жиын өту мүмкін. Оған қазір шешеміз, кім қатысады, кім басқа кездесулері бар. Айбаның жаңағы жартылай профессионалдық соған барады. Ал енді алда жоспарлар бірінші кезекте қаңтар айынан
оқу жаттығу жиындары басталады. Ол тікелей лицензиялық турнирлерге дайындалу мақсатында. Азия ойындарындағы төрешілікке қатысты не айтасыз? Пікіріңізді біліп үлгере алмай қалдық қой, ана жақта абыр-сабыр болды. Енді болатын нәрсе болды ғой. Сол себептен енді болмау үшін не істеу керек? Қайталанбау үшін жұмыс істеп жатыр ма қазір? Болмау үшін сонымен жұмыс істейтін адамдар естіді деп ойлаймын, көрді деп ойлаймын. Сол себептен біреуге біз не бере алмаймыз, бұйрық бере алмаймыз. Мен өз жұмысымды залда атқарам. Залда жігіттерді мықты қылып дайындап шығарам. Қатты соққы ма сіздерге? Мысалы, өз жеке басыңызға. Сосын балалар морально қатты не алды ма? Соғат, өте қатты соғат. Бірақ енді бұдан да бұл біріншісі емес қой. Талай олимпиадада, әлем чемпионаттарында көріп жүрмін. Сол себептен менің бұндайға сынуым қиын. Құдай сақтасын, уайым түбі тұңғиық батасың да кетесің дейді ғой. Сол себептен олар кім ұтады? Өзіңмен өзің жоқ болып кетесің. Сол себептен бұндайларға сабыр қыламыз. Сабыр түбі не? Сары алтын. Сабыр қылған жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа дейді. Сол үшін мен жерде айқайламаймын, шуламаймын. Сабыр қылған адам жаңа айтып кетті ғой, жетер мұратқа дейді. Алла қаласа мен өзім іштей сезем, жігіттерге сенем. Сол себептен осы өзіміздің істеп жатқан жұмысымызды білеміз, қайда бара жатқанымыз. Жақсы. Соңғы сұрақ. Енді уақытыңызды алып жатыр, қазір жарыс өтіп жатыр. Төрешілер өзіміздің мамандар екен 100%, осы спартакиадада. Бір бұрмалаушылық бізде бар ғой, жершілдік бар, рушылдық бар, бір болып кетпей ма деген күдік бар да. Қазірге осы мынау 3-ші күн болып жатыр ғой. Бәрі дұрыс өтіп жатқан сияқты, бірақ енді мен айтты демей, өздеріңді ақырын қарап отырыңдар. Сол кезде көресің. Ол енді шетелде болған нәрсе, бұл жерде болған нәрсе, ол болады ғой. Біреу басқаша қарайды көзбен, біреуге ол ұтқандай болады. Сол себептен енді мықты бәрібір тасталған қылып ұтып тұрған бойды алып қояды деп ойламаймын. Енді кейбір тең дәрежедегі кездесулер бұлай болуы мүмкін. Енді кейбір басқа да жолдармен чемпион болып кеткендердің өзі де барғанда ешнәрсе жартпайды ғой. Бір дестен барып қыр жібермейді ғой. Сол үшін тәжірибелі, аты бар, заты бар, тәжірибесі бар балдардың барғаны дұрыс. Не дейсің, Зәке? Оған бір сұрақпен мұқатқым келіп тұрған жоқ ешқандай? Жоқ, Аллаға шүкір. Бәрі Алланың қалауымен ғой. Енді алдында әлем біріншілігінде сәтім болмай, сол салмақ жағынан қиналған едім ғой. Осы жолы енді олимпиадалық лицензияға талсамыз деген үмітпен келіп отырдым. Бірақ сонда да салмақ жағы кішкене қиындау болды. Шүкір Аллаға, не дегенмен. Жоспар өзгермейді. Сол олимпиада лицензиясын әлде талсамыз. Құдай қаласа, бірақ көре жатамыз. Ташкентте Рауан деген әріптесіміз бар ғой енді. Сол өзіңмен тілдесіпті, сол кезде енді білмеймін, қатты көңілің қалып, құрсын бокстан кетемін деген сияқты естігенмін. Жоқ, бокстан емес, жалпы кәсіпқой боксқа ауысам деген ойым болған ғой. Сол кәсіпқой боксқа ауысам деген кезде мен негізі Ертоған бауырымызды лицензияны ұтады деп ойлағам. Содан кейін кәсіпқой боксқа кетем ба деп ойлаймын. Сосын енді осындай жағдайлар болып қалды. Кім Ертоған бір шетінен лицензияны ала алмай қалды. Бір шетінен қазір травма да алып қалды. Содан кейін енді орын суытпай қойық дедік. Кім Саматәлі інің ба сенің? Жоқ, ол ағам ба үлкен ба жасы? Оның не ғой? 10 минутқа үлкен ғой менен. Ағам болып. Егізсіңдер ғой онда. Жағдай қалай жалпы? Не істеп жатыр қазір? Жақсы, сол қазір сол допинг дауы туралы енді ол әділетсіз кетіп қалды ғой. Солай ма? Әділетсіз кетіп қалды дегенде андай не болды да? Опасыздық болып қалды да енді. Енді ары қарай қалай оның оралуына қанша уақыт бар, қандай мүмкіндіктері бар? Негізі 3 жылға кетті. Негізінде не бойынша, бүкіл нелер бойынша 3 жылға кетті да. Бірақ осы
не профи бокстың регламенті бойынша жарты жылдан кейін қайтадан тапсыруға болады. Бірақ ол уже кәсіпқой неде боксы салмайды, әуесқой бокста, бірақ кәсіпқой боксы болады. Боксшы Бекбауыз Дулат жеңіске жетті. Жамбыл облысы. Дулат, құтты болсын. Рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Әлем чемпионатынан кейін көріп тұрған осы ма? Одан кейін айтпақшы қатысыпсың, жартылай кәсіпқой жекпе-жектерге кештеріне? Иә. Чемпиондар түніне қатысып қой. Одан кейінгі жарыс осы Спартакиада болып тұр, жалпы Спартакиада. Мен ойлағам, сен салмақты түсіресің, немесе қосасың деп. Сондай әңгімелер де болды, иә? Ондай әңгімелер болды. Енді Құдай қаласа осы салмақта жазғы Спартакиаданы жеңіп, одан кейін ағаймен ақылдасып, бапкермен содан кейін шешеміз. Енді әр баланың арманы Олимпиадаға бару. Соны айтамын, иә? Өзіңді айтып едің Ташкентте. Иә, Құдай қаласа. Енді бәрібір де көтермейміз ғой. Көтерген кезде уже Асланбек ағамыз Құдай қаласа. Неге көтерілмеске? Енді Асланбек қазір келесі лицензиялық ойындарға сол барады ғой. Енді сол жақтан алады деген үміттеміз. Енді Асланбек қанша дегенмен капитан ғой. Өткендегі жекпе-жектерінде көрдік. Түсіру қиын емес пе? Диетолог жалдап, енді Құдай қаласа көреміз ғой, енді ойда бар ғой, негізі мақсатымыз. Жаңағы жартылай кәсіпқой қалай екен негізі? Екеніңе, ыңғайыңа? Жартылай кәсіпқой негізі жақсы, неге дегенмен мен өзім біраз уақыт осы Қазақстан чемпионы болар алдында, Азия Олимпик чемпионатының алдында Лондонда жаттыққам. Лондонда 4,5 ай болып, бапкердің шақыртуымен қайтадан елге әуесқой боксқа келдім. Ой болып тұр ғой сонда, иә? Ауыз кетуіне мүмкін ба? Бәрі де мүмкін, иә, Құдай қаласа осы Олимпиададан кейін, иншалла бәрібір де бізді Құдай қаласа кәсіпқойдан көресіздер. Ұсыныстар бар ма? Жақсы? Жақсы ұсыныстар бар, иә. Кездесуді көрдік. Бәрі ойдағыдай болды ма? Қойылған тактика, жоспар? Иә, ойдағыдай. 3 раунд ойнап шықты еді, аяқта көрді еді, былай көрді еді. В общем, жаңағы жоспарлармен ойнадық та, жабылып та, жаңағы канатыда да, уклондармен, алдыға жүріп, анда-санда көрдік па? Аллаға шүкір, жеттік жеңіске. Жаңа келесі қарсыласыңды да қарап тұрсың, шықпай, жаңа демалмай, не түйдің жалпы? Қандай ойлар келді деген сияқты? Қараймыз ғой, әрине өйткені қазір жаңа салмақ. Маған осы қарсыластардың барлығы мықты болып келеді. Жаңа көріп жатыр қай жерлері осал, қай жерлері тактика ізденіп жатыр да сол. Иншалла мақсатымыз бар. Соған жетуге тырысамыз, күшіміз саламыз. Осы салмақта қаласың ба? Негізі ары қарай жоспар қандай? Үйреніп қалдың ба? Иә, осы салмақта қаламыз ғой. Жаңа осы бір ай бұрын Ақтау қаласында боксқа едік. Иә, шоқыр. Сонда тексерген едік. 63-те чемпион болдым. Аллаға шүкір, барлығы жақсы болды. Енді 57 өте қиын болып кетті. Жаңа қуу жағынан уже ойларым барлығы салмақ болып кетті да. Жаңағы жекпе-жекті ойламайсың, тактиканы ойламай қаласың да. Бойдан кейін шығасың, қайттан болсын, андай болып кеттік та. Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Енді қазір уже тек жаңа бойды ойлап жатырмыз да, тактика жағынан уже басымыз жақсы жұмыс істеп жатыр да. 57-ге бір не жоқ қандай? Әттеген ай деген сияқты. Әрине болады ғой, ондай. Неге десеңіздер уже 2020-дан ғой, бірінші номер болып келдік. Енді Аллахтың қалауы. Альхамдулилля. Барлығына шүкір, ешқандай өкініш те жоқ. Шүкір, барлығына шүкір дейміз. Таза жеңіске келіп отырсың ғой енді. Бұйырса сол Олимпиада ма? Көздеген мақсат. Иншалла. Мұхаммед, жеңіс құтты болсын енді. Керемет әсер алдық. Неше рет нокдаунға жүрдің? 3 рет тіркелдің ме? Жағдайың қалай, не істеп жатсың айтып берші. Көрмей біраз болды ғой. Аллаға шүкір, дайындық жақсы болды. Алматы облысына дайындалдық. Алматы
курортный отдых сол жерде база болды, сол жерде дайындалдық. Шымкентте дайындалдық осы. Астананың атынан шығып жатсың жоқ Түркістан атынан шығып жатыр. Қазір Түркістан атынан шығып Бірақ Астанада тұрамын, 2 жыл болды Түркістан атынан шығып жатқаныма. Дайындық ойдағыдай жақсы өтті. Мына Елорда капта қатты күйінді тістеніп, сол Азия ойындары өтіп жатқанда да дайындалып жатыр деген ақпарат алдық, рас па? Иә, сондай болды. Енді бұйырмады, Азия ойындарына бара алмадық. Өйткені кім Азия осы Елорда кубокта кім чемпион болды, сол Мырза Айтуған айтты, кім сол барады деп. Ертоған Зейнуллин чемпион болды, сол барды. Енді бәрінің артында қайыр бар ғой, енді Алла қаласа 2-ші лицензионный турнирға жолдама. Сол мақсат сол ғой, қазір. Сосын өзіңе қатысты мынандай ақпарат айтады да, елдің ішінде каким-то образом жеңіліп қала береді да, бірақ сыртқа шығарсақ өте керемет өнер көрсетеді дейді. Енді бір сондай бар екен ғой, домашний деген сияқты. Оны өзің сезесің бе? Неге сондай жалпы жағдай? Мен солай болып қалатыр, өкінішке орай енді. Павлодар өткен турнирда Төлтаевқа жеңілдім, келесі жүрген финалда. Бірақ осы Кубок Елордада тайц бокстан жеңіліп қалдым, өкінішке орай. Бірақ бұл өте тамаша болды негізі. Ұтылған жоқ едім. Бірақ Алланың қалауы сол болды. Отбасың осында ма? Қолдауға келді ма? Иә, қолдауға келді. Мұхаммед Сабырдың ата-анасы, одан кейін ағалары бар. Осы Астанада, базарда кәдімгі сауда-саттықпен айналысады. Қарапайым, осындай мен барғанда көріп тұрамын, сөйлесіп тұрамыз. Жаңа сен жаттығудасың. Және олар осы Мұхаммед Сабыр рингке шыққан күні бүкіл точкаларды жауып, сөйте ме? Тек жанкүйер болуға келеміз дейді. Келеді. Қолдау көрсетті бірінші очередте отбасы. Сонымен достар, кезекті жарыс күні аяқталды. Мүмкіндігінше білесіздер, мен мемлекеттік арнада да жұмыс жасаймын. Сол жаққа ақпарат тастаймыз. Және осы YouTube бар, менің Instagramда, Facebookта және TikTokта парақшаларым бар. Сол жаққа жазылып қойсаңыз да болады. Мүмкіндігінше әр жаққа ақпараттарды лақтырамын. Мен мақсат барынша осы отандық боксты, жалпы отандық спортты ақпараттандыру, насихаттау, түсіндіру, керек болса мәселелеріне араласып оның шешілуіне түрткі болу. Қысқасы енді ертеңде, арғы күндерде осы жердеміз. Спартакиаданың барысын бақылаймыз. Сіздің назарға ұсынамыз. Сіздерге алғысымды айтқым келеді соңына дейін көргендеріңіз үшін. Және алдағы уақытта да бірге болайық. Пікір қалдырыңыз, бөлісіп қойыңыз. Бұл бізге қосымша мотивация, қосымша демеу. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.